Бұл оқиға тым ертеде, шамамен 300 жыл бұрын болған. Бір байдың отбасында кесетігер дүниеге келіп, оны Бәтима деп атапты. Сәби кезінен зерделі болып өскен қыз балаға туған туыстары таңғалумен болыпты. Оның сұлу ажарын жігіттер жырға қосса, ақсақалдар ақылына сүйсінген. Бір күні бойжеткеннің ауылының қасынан кіші жүздің болашақ ханы Әбілқайыр өтіпті. Ол Бәтиманы бір көріп, ес-түссіз ғашық болып қалады. Тіпті жылқышы болып жұмысқа тұрып, сұлу қызға сөз салады. Бәтима да малшы болғанына қарамастан оны жақсы көреді. Бірақ әкесі кедей жігітке қызын бергісі келмей, алаяқты 90 күрең ат және 60 ақсұр ат әкелесің, әйтпесе қызымды бермеймін деген шарт қойып, қалың мал сұрайды. Ондай байлықты таба алмайды деп үміттенеді. Осы кезде Әбілқайырға Жәнібек батыр ең үздік жылқыларын беріп көмектеседі. Нәтижесінде Бәтима ғашығына тұрмысқа шығады. Кейін Әбілқайыр кіші жүздің ханы болып сайланады, ал жас жарын халық Бопай ханым деп атай бастайды. Бұл жылдары қазақ жеріне жоңғар әскері қайта-қайта қырғын салып, халықты тонап, еш жидырмайды. Барлық хандар тыныштық қалай орнатамыз деп бас қатырады. Осындай қиын сәтте Бопай көршілес Ресей елімен жақындасып, қажетті қару-жарақ алу туралы күйеуіне кеңес береді. Хан әйелінің ақылына құлақ асып, Ресеймен әскери одақ жасауға келісім бастап жібереді. Бопай ханым Әбілқайыр ханның бас ақылшысы болған. Ол алқалы жиында күйеуінен кейін сөз сөйлеу құқығына ие болады. Оның пікірмен тіпті ақсақалдар да санасып отырған. Бопай ханым тұңғыш қазақ әйел дипломаты және қоғам қайраткері атанады. Ол орыс патшайымымен және жоңғар билеушілерімен дипломатиялық хат-хабар алысып отырған. Ақылы Дария ханым өнегелі ісімен Қазақстан тарихында ең ықпалды елдердің бірі ретінде қалған.